Балалар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуалын айтып алайық, иә? 1, 2, 3 сынып іші тыныш, жалқаулықты бастаймыз, біз сабақты бастаймыз. Жақсы кіре қойыңыздар, балалар. Олай болса, өздеріңіз айтқандай, сабағымызды бастайық. Сабаққа дайынсыз ғой, балалар? Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге келесі сұраққа келе алыңыздар. Кездесін жағдайлар неге азаяды? Адамдардың кесірінен Табиғаттың қандай зияны бар оған? Табиғаттың қандай жағдайында олар азаяды? күн ауа райынан, Үйрегін толып тұра қойшы. күн ауа райынан адамдардан адамдардың құсталды. Яғни қандай да бір дауыл болса, жаңағы дауылдың қандай түрлері бар? Алапат дауыл бар ғой, ең күшті, торнадо, яғни торнадо кезінде тағы қандай табиғи апаттар бар? Орман өрті кезінде оның барлығы жануарлардың азаюына кесірін әкеледі екен. Ал адамдардың қандай зияны бар? Құстардың азаюы. Не істейді олар? Артық оны қоректенеді екен. Жақсы, келесі кім келеді? Сұрағым болды. Далада өмір сүретін құстар. Қандай құстар далада өмір сүреді? Жақсы, қарға, тағы. Үйрек далада өмір сүреді. Далада өмір сүретін қандай құстар? Аққу сосын, үкі сосын, тырна, жақсы, тырағы жарайсыңдар мінекей. Ал үйде өмір сүретін құстарға қолда өмір сүреді. Тауық, үйрек, мысық, құстар. Тауық, үйрек, попугай, жақсы, қаз, үйде қолда өсірілетін құстар. Жақсы, келесі екі сұрақ қалды. Кім шығады? Нұрас, келе ғой. Қандай құстарды білесің? Өзіңнің білетін құстарды айта. Тырна, аққу, жарайсың, отырамын. Ал жақсы, келесі, соңғы сұраққа Айсұлу келе қойшы. Табиғатты қорғау үшін не істеуіміз керек? Біз табиғатты қорғауымыз үшін көшелерге қоқыс тастамауымыз керек, жануарларды атпауымыз керек, өсімдіктерді жумауымыз керек. Жарайсың, отырамын. Жақсы балалар, жарайсыздар. Енді олай болса, біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы жануарлардың сипаты. Дәптеріңізді ашайық, балалар. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бүгін бізде балалар наурыздың 6-сы. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсатымен сіздер таныстырып өткен. Бүгінгі сабақта шығарманы толық түсіну, кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның себеп-салдарын анықтаймыз. Кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқын, олардың өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалайды екенбіз. Жақсы балалар, олай болса, сабағымызды бастайық. Бізде мәтін берілген балалар оқулықта. Оқулықтың нешінші бетінде? Олардан 121-123 беттер аралығында бізде
дуадақ деген мәтін берілген екен. Қазір мен сіздерге осы дуадақ мәтінін бейнеролик ретінде жасап келдім. Қазір сіздерге соны таныстыратын боламын, иә? Барлығымыз мұқият тақтаға зер салайық балдар. Дуадақ. Шілде айының басталған кезі, аспан айналып жерге түскендей, жеңіл мәшінедеміз. Даңғыл дала жолының екі жағы қаптаған шөпшілер. Біз елсіз қырға шықтық. Ақ сенудің арасынан шөп еркесі. Сескенуді білмейтін алып дуадақты көрдік. Мен атамын деп таласып қалдық. Ортамыздағы агроном Бектемір. Атпаңдар. Бізден үрпеуіне қарағанда бұл дуадақтың осы маңда балапаны бар. Обалына қалмаңдар деп бәйек болды. Шынында да дуадақ бізден қорыққан жоқ. Қанатын біраз сермеді де, мәшінеден түскен бізге қарап отыра берді. Жүргізуші Қалбай екеуміз балапан іздеп төңіректі тінте бастадық. Бізден көз алмай отырған дуадақ бір сәт қанатын қомдап, ызбарлы үнмен ысылдап, өзімізге қарай тұра жүгірді. Қалбай екеуі бір-біріне айбат шегіп, жағаласа кеткелі тұрған тентектей арбаса қалды. Мен Қалбайдың қасына келсем, аяғының астынан 2 метрдей жерде шөптің арасында үлпілдеген сары көдеге ұқсаған балапан жатыр екен. Қыбыр етер емес. Дуадақ маған айбат шеге бастағанда, Қалбай балапанды жерден көтеріп алып, қос уысында ұстап, ана дуадаққа қарады. Қас қаққандай болған жоқ. Маған қарсы ысылдап тұрған дуадақ сәуледей жалт етті де, шегіне беріп оңға қарай атылды. Ол Қалбайдың қолындағы балапанды топшысымен қағып түсіргенде, кішкентай сарауыз зыр қағып жүгіре жөнелді. Қалбай балапанды қуып барады. Мен дуадақтың алдын қаумалап келем. Талас көпке созылған жоқ. Қалбай балапанды ұстап алып мәшінеге беттеді. Мекием дуадақ ысылын үдетіп, бірнеше рет көтеріле ұмтылып, баласын алып қалуға әрекет етті. Бектемір екеуміз балапанды жіберу керек, обал. Ана байғұсқа қиянат етіп қайтеміз деп көріп едік. Қалбай көнбеді. Ілгері жүріп еттік. Балапан Қалбайдың сөмкесінде. Мәшіненің жүрісі баяу. Бектемір жеңімнен тартып, қараш деді. Резеге үмітсем, әлгі мекием дуадақ кейде қанатын жайып көтеріле түсіп, көбіне безек қағып жүгіріп, мәшінемен қапталдаса жарысып келеді екен. Бектемір таусыла сөйлеп, Қалбайды көндірді. Тоқтадық. Балапанды сөмкеден алып, бостандыққа жіберген сәтте, төбешік басында отырған дуадақ жанталаса жүгіріп келді де, қанаты қатпаған сары балапанын төсіне басып отырып қалды. Бізге рахмет айтқандай, қанатын сермеп қойды. Иә, жақсы балалар. Жаңа біздер бейне таспаны тамашаладық, иә? Біздің мәтініміздің тақырыбы не? Дуадақ деген не екен? Құс. Ол қандай құс? Иә, қандай құс? Жабайы, яғни далада тіршілік ететін құс. Оларды кім көреді? Әуелі. Кімдер көреді? Иә.
балды, яғни балдар ана деген қандай осындай қасиетті жан, өзінің баласы үшін өзінің өмірін қиюға да дайын екен. Енді мәтіннің авторы кім? Қанекей Жармағанбетов екен. Қазір сіздерге осы кісі туралы азғана ақпаратпен таныстырып өтейін. Қанекей Жармағанбетов ақын, әдебиет зерттеушісі екен. Ол Қостанай облысы Жангелді ауданы Шиелі ауылында дүниеге келген екен. Ол Қазақ педагогикалық институтын қазіргі Алматы Алмауды бітірген екен. 1941 жылы Қазақстан Компартиясында нұсқаушы болған екен. Мінекей осындай бірнеше қызметтерді 1978-1964 жылдары Жұлдыз, Арашымен журналдарының бас редакторы болып қызмет атқарған осындай керемет жазушы, әдебиет зерттеуші кісінің дуадақ деп бізге қалдырып кеткен мәтіні әңгімесі осы жаңағы сіздер өздеріңіз тамашалаған мәтін екен. Енді бізде жаңа мәтінде жаңа сөздер болды. Байқасаңыздар, бұрын-соңды көп ести бермейтін бізде жаңа сөздер болды. Даңғыл жол деген сөз болды. Ол бөгетсіз, кедергісіз кең жол дегенді білдіреді екен. Келесі мекиен деп айтты жаңа мәтінде, байқадыңыздар ма? Мекиен дегеніміз дуадақтың ұрғашысы екен. Яғни дуадақтың ұрғашысын кім деп атайды екен? Мекиен деп атайды екен. Бәйек болу дейді. Жаны қалмай құрақ шу. Бәйек болу деген жаны қалмай, жаны ашып. Жаңа жүгірді ол, кім жүгірді? Жаны ашып, жаны қалмай. Дуадақ. Неке осыны бәйек болу дейді екен. Қанатын қомдау дейді. Яғни қанаттарын ұшуға ыңғайлау. Яғни қанатын қомдау деп айтады екен. Жаңа сөздерді біз сөздіктерді, дәптерімізді ашып жазып алайық. Есімізде сақтап, жаттап жүреміз. Келесіде бұл сөздер бізге таңсық болмайды екен, асықпай тездетіп, көркем қатесіз жазып аламыз. Жақсы балалар, бұлай болса, қазір біз топтық жұмыс орындаймыз. Топтық жұмысты білеміз ғой, қалай орындаймыз? Топпен бірге орындаймыз, ауызбіршілікпен топпен бірге орындаймыз. Енді мен қазір 3 топқа бірдей емес. Бүгінгі жұмыстың ерекшелігі 3 топқа 3 түрлі тапсырма келдім. Яғни 3 түрлі тапсырма дегеніміз 3 топта 3 түрлі дескриптор болады деген сөз. Енді келесі бірінші топ, бірінші сіздер түсіндіріп жіберейін. Мына жерде оқиға, себеп, салдар деп тұр. Жаңағы мәтіндегі оқиғаны жазамыз, сосын себебін жазамыз, сосын салдарын жазамыз. Сіздер мәтіннен оқиғаны тапсаңыздар 1 ұпай, себебін анықтай алсаңыздар 1 ұпай, салдарын дұрыс жаза алсаңыздар 1 ұпай, барлығы 3 ұпайды иеленесіздер. Тұра тұрыңыздар, топтық жұмысқа қазір уақыт барлығыңызға бірдей беріледі, ешкім бастамайды, топ барлығыңыз бірге. Так, келесі екінші топ бері қараймыз. Сіздерді жұмыстарыңызбен таныстырайын. Кейіпкер, мәтіндегі кейіпкерді аласыздар, сосын оның іс-әрекетін жазасыздар, мінезін жазасыздар, сосын сол бойынша жаңа кейіпкерді бағалайсыздар. Сіздер кейіпкердің іс-әрекетін тапқандарыңыз үшін 1 ұпай, мінезін сипаттай алғандарыңыз үшін 1 ұпай, өз бағасын бергендеріңіз үшін 1 ұпай, барлығы 3 ұпайды аласыздар екен. Келесі үшінші топ. Тыныш, балалар, бастамаймыз бірге. Үшінші топ. Сіздер қандайда 2 құсты жазасыздар. Мына жаққа сол 2 құсты аналитика жасаймыз. Яғни салыстырамыз. Ұқсастығын табамыз, сосын айырмашылығын табамыз. Ұқсастығын тапқандарыңыз үшін 1 ұпай, айырмашылығын анықтағандарыңыз үшін 1 ұпай, сосын мәтіннің негізгі ойын табасыздар. Жаңағы біз мәтінмен таныстық қой. Сол мәтінде автор бізге нені жеткізгісі келді? Яғни мәтіндегі негізгі ойды тауып жазатын боламыз. Қазір тұра тұрыңыздар, топтық жұмыс сіздерге барлығы, мен уақытты мына жерде қосамын. Так, дайынбыз ба? Ал кеттік, бастаймыз олай болса. 5 минут уақыт беріледі. Топпен бірге жасаймыз. Оқиғаға имя, не себепті ол жойылады. Салдарынан не болады, соны жазамыз.
дейді. Жақсы балалар. Сіздер мәтіннен оқиғаны таптыңыздар, себебін анықтай алдыңыздар, салдарын дұрыс жаздыңыздар. 3 пайларыңызды өздеріңізге ала қойыңыздар. 3 пайдан қолымыздағы өзін-өзі бағалауды 3 пайдан бағалаймыз. Так, екінші топ. Дайын тұрамыз. Так, жақсы, келесі. Кейіпкер дейді, іс-әрекеті дейді, мінезі және де оны бағалау дейді. Бері қараймыз. Ал, айта қойыңыздар. Кейіпкер кім сіздерде? Дуадақ дейді, бері қараймыз. Иә, оның іс-әрекеті қандай? Иә, нешін жүгіреді? Балапанын қорғап алып қалу үшін жүгіреді екен. Жақсы, мінезі қандай сонда дуадақтың? Мейірімді, сақ, қайсар. Жақсы. Иә, не деп бағаладыңдар соңында? Иә. Иә. Ол яғни мейірімді, қайсар, құс деп бағалаған екенсіздер. Жақсы, екінші топ. Тақтаға жапсыра қойыңыздар жұмыстарыңызды. 3 пайларыңызды ала қойыңыздар. Екінші топ. 3 пайдан жұмыста қойыңыздар. Астына жапсыра қойшы, астына. Астына. Келесі. Түген мұқият тыңдаймыз. Бізде 3-ші топ. Ұқсастығы мен айырмашылығы, яғни аналитика жасаған 2 ұсқа. Қандай 2 ұсқа қараймыз? Дуадақ пен тауықты салыстырыпты. Ал ұқсастығы қандай? Ұқсастығын айсұлу сен айтшы. Иә. Иә. Иә, жақсы. Екеуінің де жұмыртқасы бар, екеуі де құс, екеуінің де қанаты бар. Жақсы. Келесі айырмашылығы нұжыны. Алмайды, ал дуадақ ұша алады. Тауықтың жұмыртқасына жей аламыз, дуадақтың жұмыртқасын жей алмаймыз. Яғни сонда айырмашылығы тауық ұшса, тауық ұша алмаса, дуадақ ұша алады екен. Тауықтың жұмыртқасын жей аламыз екенде, дуадақтың жұмыртқасын жей алмайды екенбіз. 3-ші топ жарайсыздар. 3 пайларыңызды ала қойыңыздар. Мен мына жерде бағалап жіберейін. Бірінші. Балалар, сіздерді бағалап жатырмын жаңа топтық жұмыстарыңыз бойынша. Ал сіздер қолдарыңыздағы өз-өздеріңізді бағаладыңыздар ғой, иә? Асығымызды жоғары жылжытып отырмыз. Так, Хабиболла, 3 ұпай. Зейнекеш Каусар, Салауат. Барлығымыз бірден мына жерде 3 ұпайды алған екенбіз. Бұл бағалау мен үшін, ал сіздер өздеріңіздің қолдарыңызда өздеріңізді бағалауды жылжытып ұмытпай жылжытып отырамыз, иә? Так, бір сергі алайықшы, иә? Ал, кеттік. Жақсы балалар. Топтық жұмысты жақсы өте ойдағыдай орындады. Сол үшін бір-бірімізді бір қошеметтеп шапалақтайық. Келесі бізде жұптық жұмыс. Білеміз ғой, иә? Балалар, жұппен жұмыс жасап білеміз ғой, иә? Ибрагим, нұжыныққа жұп бола қойшы келе ғой. Нұжынық жұбы жоғы кетсеңіздер. Қай жерге тұра ғой? Мерамбекке өзім жұп болады. Сіздерге мен жаңа жұптық жұмыс таратып шықтым. Бізде жұптық жұмыс бойынша бірінші тапсырма құс балапанын қалай қорғап қалды. Соны жазамыз. Мәтін бойынша қандай құс? Дуадақ балапанын қалай қорғады. Соны жазамыз. Келесі, дуадақ мәшиненің артынан ұмтылбағанда не болар еді деп ойлайсың? Яғни қандай оқиға орын алады деп ойлайсыз? Соны жазамыз. Бері қараймыз. Сұраққа дұрыс жауап бергендеріңіз үшін 1 ұпай. Бірінші сұрақ бойынша келесі
барлығы неше ұпай? 2 ұпай. Жұмыс жолымызбен бірге орындайды. Дайынсыз ба балалар? Олай болса кеттік, жұптық жұмысты бастаймыз. 4 минут уақыттарымыз бар. Жақсы, енді жұмыс бойынша бірінші топтан бірінші жұп оқи қойыңыздаршы. Бірінші сұрақ бойынша екі сұрақты екі кісі бөліп оқыңыздар. Бірінші қыз балапан қалай қорғап қалды? Хабиболла, даусыңыз шығарайықшы. Тынышталамыз қалғандарыңыз. Машинаның артынан қуалап қорғап қалды. Жақсы, екінші сұрақ бойынша. Дуадақ машинаның артынан ұмтылмағанда не болар еді деп ойлайсың? Аңшылар дуадақтың балапанын өздерімен алып келді, оны жеуі мүмкін еді. Оны жеу мүмкін еді. Жақсы, екінші топта екінші жұп. Машинадан қуалап Иә. тұрды. Сол кезінде аңшылар балапанын беруге ойланды да балапанын берді. Жақсы, екінші сұрақ бойынша Кәусар. Дуадақ машинаның артынан Қуаламаса, балапанын айырылып қалды. балапанынан айырылып қалады. Жақсы. Мейрамбек оқи қойшы. Машинаның артынан қуалап балапанын қайтарып берді. Сосын екінші сұрақ бойынша. Оны аңшылар алып кететін еді. Жақсы, бірінші топ екі ұпайдан жылжытамыз. 2 ұпайдан. 1, 2. Иә. 2-2-ден жылжытамыз. Келесі екінші топ. Салауат, бірінші сұрақ бойынша оқи қойшы. Машинаның артынан қуалап балапанын қорғап қалды. Жақсы, екінші сұрақ бойынша Асылхан. Балапанынан айырылып қалар еді. Балапанынан айырылып қалатын еді дейміз. Артынан ұмтылмағанда балапаннан айырылып қалатын еді. Жақсы. Қыздар. Жақсы. Келесі екінші сұрақ бойынша. Тынышталамыз, үшінші топ. Балапанын алып кеткенде дуадақ балапанынан айырылып еді. Жақсы. Жарайсыздар. 2 ұпайдан ұстамайды. Үшінші топ. Жігіттер оқи қойыңыздаршы. Дуадақ машинаның артынан шығып, сосын дуадақты көріп баласын береді. Балапанын береді. Жақсы. Екінші сұрақ бойынша. Дуадақ машинаның артынан ұмтылғанда баласы Иә. қиналар еді. Иә, баласы қиналар еді дейді. Жақсы. Келесі қыздар. Дуадақ балапанын машинаның артынан жүгіріп, машинамен бірге жарысып қорғап қалды. Аңшылардың жаны ашып балапанды қайтарып берді. Айсұлу. Дуадақ машинаның артынан ұмтылмаса, аңшылардың жаны ашымай, әрі қарай өтіп береді. Дана жаңа сіздің топ жұп. Ол баласының үшін машинаның артынан жүгіріп, баласын құтқарып қалды. Жақсы. Екінші сұрақ бойынша. Оның балапан адамдар жеп, дуадақ баласынан айырылып қалатын еді. Иә, оның баласын адамдар жеп қояды, дуадақ балапаннан айырылатын еді. Сіздер де 2 ұпайдан өздеріңізге қоса қойыңыздар. Ал мына жерде мен сіздерді өзім бағалайтын боламын. Құралай 2 ұпай. Барлығыңызды 2 ұпайдан иеленіңіздер. Жарайсыздар балалар. Өте тамаша, белсенді, керемет жұмыс жасап отыр. Ары қарай да осылай жұмыс жасай береміз. Ибрагим
орындайды. Барлығымыз қажетті ғой, иә? Жақсы балалар. Олай болса, бері қараймыз. Орындамаймыз, бері қараймыз. Мен алдымен сіздерге дескрипторын түсіндіріп кетейін. Балалар, светіміздің шықпалды еш нәрсе етпес. Мен сіздерге соңғы жеке тапсырма бердім. Яғни жеке тапсырма қалай орындайды? Әркім өзі жеке орындайды. Бері қараймыз. Дескриптормен таныстырып өтейін. Толық берілген 4 сұраққа толық әрі дұрыс жауап берсеңіздер, 4 ұпайыңызды аласыздар. Ал егерде тек 3 сұраққа жауап берсеңіздер, 3 ұпайды аласыздар. 2 сұраққа жауап берсеңіздер, 2 ұпайды аласыздар. 1 сұраққа жауап берсеңіздер, 1 ұпайларыңызды аласыздар. Олай болса, кеттік, бастаймыз. Жылжытып қойып алған жерде. Жұртқалың өзің қойып алған. Тағы болған қошқа бар ма? Дуадақты қорғау үшін толық емес сұрағын көрсеңіз жауабы қорғау үшін не істеу керек? Егер сен дуадақтың орындалсын, мен де дуадақ секілді қорқым шаным дейді. 3 балл аламыз. Біз дуадақтың соғылсын, оған білгісіз дуадақты қорғау үшін не істеу керек? Қалай қорғайды дуадақты? Так, болды, барлығымыз аяқтаймыз, уақыт бітті. Мен дуадақтың орнына балапанды қорғайтын егілдіктеріз. 3 балл, 1 сұрағын көрсеңіз. Так, аяқтағандар бар ма? Ербол, тынышталыңыздар бар. Аяқтағандар. Так, дуадақ қайда өмір сүреді? Дұрыс, тынышталамыз. Дуадақ дұрыс. Толық емес, балапанын қорғауға толық емес. 2 сұрағын толық емес еді. Так, осы мастарымызға бармыз сенің. Дұрыс, дуадақ дұрыс. Дуадақ қорғау үшін дуадаққа тиіспеуіміз керек. Дұрыс. Мен оны қолдалсам, дәл солай істеледі. Жақсы, 4 ұпайымыз алады. 4 ұпайымыз іштағы. Дұрыс. Оның үшін дуадақты көшірмауымыз. 2 сұрағын толық емес, 2 аласыз. Дауылда дұрыс. Жабайы қыз қорғау үшін дуадақты және балапанын қорғау керек. Жақсы, мен де дуадақ сияқты бірінші жүрегім жақсы. 4 балл. Аяқтағандар бар ма тағы? Бір жанат. Бірінші сұрақ. Далада жабайы аң болған сөзді жабайы аңға не? Жабайы жақсы, оны арқылы және оны балапан тиіспеу керек. Жақсы, мен адамдарды қуып балапанды қорғап қалатын едім. Жоқ, жарайсың. Аяқтадыңыздар? Үш балл. Далада барады. Аяқталмаған толық. 3 балл. Ибрагим, уақыт бітті ғой. Дуадақтарда өмір сүреді. Жақсы. Қандай осы? Мейірімді, сақ, дұрыс. Дуадақтың балапандарына тиіспеу керек, оны атпау керек. Жақсы. Мен балапандарды
қорғар едім. Орындалса, мен де балапанды қорғар едім. Жарайсың. Так, Салтанат. Дұрыс. Үшінші топ нешті аламыз? Дұрыс. Атпауымыз керек. Дұрыс. Дұрыс. 4 балл. Жарайсың. 4 баллды аламыз. Даладан керегі. Қашқыз. Дұрыс. Дұрыс. 4 балл. Тағы кім тексермен ал? Bir bal. 2 bal. Meramik. Так, тексермен алғандар бар ма? Болдық па түгел? Жақсы. Олай болса, қазір мен мына жерден қойып шығамын. Так, бірінші бізде құралай неше пайыз? Жоқ, 3 пай ма? Қабы бойынша, жеке тапсырма бойынша 3 пай. Ербол? 2 бал ма? Мирамик неше бал? 2 бал. Хабиболла? 3 бал. Зейнекеш? 1 бал. Салауат неше бал? 3 бал. Салауат 3 бал. Асылхан? 3 бал. Сабит Ибрагим? 4 бал. Салтанат? 4 бал. Кеңелдікова? 4. Нұржанат? 4 бал. Айсылу? 4. Егеспай Айзере? 4. Нұрасыл? 4. Төреғали? 2. Жақсы балалар. Енді жақсы балалар. Жеке тапсырма бойынша барлығымыз тапсырманы түгел беріп орындадық. Жарайсыздар. Аламыз балалар. Үшінші топ, екінші топ. Так, мінекей. Тақтамыз жасырмай тұрып өкініші көрейік. Бірақ енді біз сабағымызды қорытуымыз керек. Бірінші сұрақ, мәтінде қай мезгіл сипатталған? Қол көтерейік. Кім бірінші көтерейік? Ербол, келе ғой. Белгілеші. Қайсысы? Қай мезгіл? Қыс, жаз, көктем, күз. Қай мезгіл бейнеленген мәтінде? Көктем дейді. Дұрыс емес. Дұрыс жауабы жаз екен. Ешкімде бір пайда келмейді. Келесі, даланың екі жағы неге толы болды дейді. Ағашқа, шөпке. Нұржан, келе ғой. Қайсы? Тешті аламыз. Дұрыс. Бір пайын өзіңе аламыз. Так, келесі сұрақ бойынша. Балалар не көрді? Яғни адамдар нені көрді? Нені көрді даладан? Қасқыр, түлкі, дуадақ, қоян. Дуадақ, жарайсың отырағы. Дуадақ неге бізден қорықпады? Дуадақ неге қорықпады? Себебі ұшып кетті, себебі балапаны бар еді, себебі ұйықтап жатты, себебі бізді көрмеді. Қайсысы? Не себептен ол қорықпады аңшылардан? Ұшып кету үшін ба? Балапаны болғасын ба? Ұйықтап қалғасын ба? Әлде олар аңшылығы бізді көрмеді дейді. Дұрыс, не себебі оның балапаны бар еді. Так, келесі сұрақ бойынша балапаны қайдан табылды? Есіне сұрақты оймауын шешіп қандай сұрақ не қайдан білесіңдер? Тыныш? Сүрт болды. Сұрақты тыңдаңдар ма? Қандай сұрақ қойды? Так, сұрақ тыңдаймыз. Балапан қайдан табылды? Сендер бір сұрақ тыңдалып, сосын барып қол көтереміз. Жауабын бере ғой. Балапаны қайдан табылды? Жарайсыз, бір бай бала болсын. Келесі сұрақ тыңдаймыз. Қалбай балапанды не істеді? Қалбай балапанды не істеді? Босатып жіберді, сөмкесіне салды, жерге тастады, анасына берді. Қалбай бала. Дұрыс, бір бай бала өзіңе. Келесі сұрақ. Мекиен дуадақ
Жүгідіп, барабанды жүгіріс бір пайын алам өзіңе. Келесі. Соңында аңшылар не істеді? Соңында аңшылар не істеді? Ғана мен қолым көтер отыр. Балында кішкене аздау еді келе ғой. Сен жүгір отыр, шинақтал. Көке алынады. Балапан босатты, өзімен алып кетті, оны сатып жіберсе ештеңе істемеді. Қайсысы? Өзімен алып кетті ма соңында балапанды? Жақсы емес. Балапанды босатып дуадақты қайтып берген жоқ па соңында? Енді не десе соны белгілемейсің. Тұра ғой, қайсысы қалдың? Так, енді балалар жаңа ұпай алғансыздар, маған ұпайларыңызды айта қойыңыздар. Кім ұпай алды, қол көтеріп отырамыз. Ұпай, бір ұпайдан еншілегендер. Каусар, сен алдың ба? Бір ұпай алдың, е, Каусар? Каусарға бір ұпай алсам, Мейрамбек. Ұпай алдың ба? Бір ұпай алдың, е? Тағы, Салтанат ұпай алдың ба? Бір ұпай. Тағы кім ұпай алды? Айсұлу. Бір баяды. Айсұлу, бір ұпай. Так, келесі тағы кім? Нұржанат. Неше бір ұпайымызды алдың, е? Нұржанатты айтамыз. Тағы кім алды ұпайды? Болды ма? Жақсы. Балалар, енді сабағымыз аяқталды. Мен қазір барлығы кім қанша ұпай алғанын айтатын боламын. Есептеп Салтанат 10 ұпай, Нұржанат 10 ұпай, Айсұлу 10 ұпай, Ибрагим 9 ұпай, Аида 9 ұпай, Айзере 9 ұпай, Нұрасыл 9 ұпай, Құралай 8 ұпай, Мейрамбек 8 ұпай, Хабибулла 8 ұпай, Салауат 8 ұпай, Асылхан 8 ұпай, Ербол 7 ұпай, Каусар 7 ұпай, Төлеғали 7 ұпай алды. Ал жақсы балалар, енді егер барлығымыз